Еліміздің ең батыл, ең сапалы шешім қабылдайтын бір ғана институт қалды қазір. Ол президент. Сарапшылардың осы пайымын қуаттаған жастар да өз пікірлерін білдіру үшін редакциямызға келді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының халыққа жариялаған үндеуі бұл халықтың тыныштығын, бейбітшілік өмірді сабырлыққа, бірлікке, ынтымақтастыққа және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында болып отыр. Бұл үндеу ең бірінші кезекте еліміздің тыныштығын, амандығы үшін жасалынып отырған үндеу деп есептеуге болады. Біз жалпы білім саласындағы, ғылым саласындағы ғалымдар ретінде, зиялы қауымдар, жастар арасында біз бұл үндеуді қолдап, осы елімізді бірлікке шақыруға барынша атсалысатын боламыз. Себебі елдің тыныштығы бұл ұлттың қауіпсіздігі болып есептеледі. Қадірменді студенттер, жас достар, ата-аналар, барлықтарыңызды бірінші кезекте бірігіп, тыныштық бағытында жұмыс жасауға және де жалған қауесеттерге сенбей, еліміздің болашағы үшін мемлекет басшысының саясатын бірге қолдай отырып, бірге жұмыла жұмыс жасауға шақырамын. Біз өзіміздің қазір таңдағы елге, жерге деген жанашырлығымызды, патриоттық сезімімізді жоғалтпай, 30 жылда біз еңсеріп жатқан тәуелсіздігімізді жоғалтып алмай, осы тәуелсіздігімізді сақтап қалу, бұдан да жауапкершілігі мол үлкен жұмыс деп білуіміз қажет. Құрметті жерлестер, құрметті отандастар, біз қазір таңнан болашағымызды ойлап, алға деген өзіміздің нақты қадамдарымызды жасап, демократиялық ел болып, және де осы құндылықтарымызды жоғалтып алмауға шақырамын.